Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Мен бүгін сіздермен фер және атпен қалай мат қоямыз. Ең бастысы каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Әрқашан атпен ферзбен ойнағанда көп ойыншыларымыз көп жағдайда корольді жақындатып ферзбен мат қойғанды жақсы көреді. Бірақ қателесеміз, егер ат болатын болса, ферзбен олар жылдам мат қоя алады. Соны дәлелдейміз, кеттік. Бірінші атты жақындатамыз, олар корольмен жүреді, ферзбен мат қоямыз. Келесі тапсырмада қараймыз, қалай мат қоюға болады. Корольдің E1-ге жүрісі бар екенін мен көріп тұрмын, сондықтан атты байқау керек, бұл жерде пат қоймау керек, сондықтан мен атты қалай шақырған дұрыс. Сонда C4-ге шақырам, король жүреді, мына жағында король ұстап тұр, ферзбен мат қоям. Қарайым, келесі тапсырмада атты жақындатам, корольде бұрышқа. Ең бастысы пат қоймаңыздар, абайлаңыздар, осылай мат қоямыз. Келесі тапсырмада қарайым, қалай шақ берген кезде мат болады. Значит, мен бұл жерде шақ беруге болмайды, король жіберіп алам, сондықтан E3-ге қоям. Король үстіге жүрсе үстінен мат, астыға жүрсе астынан мат, аттың көмегімен осылай қоям. Келесі тапсырмада қалайым. Бұл жерде жай жүре беру емес, бұл жерде логикаға саламыз. Қараймыз, бұл жерде енді атпен жүрмейміз, бірінші шақпен қысып аламыз, содан кейін атпен мат қоя береміз. Келесі тапсырмада қалай мат қоямыз, қараймын, шақ берсем қалай қашады. Атты жүрмейміз, бұл жерде кейбір жағдайларда тихий ход жасаймыз, кейбір жағдайларда қысып ферзь атпен мат қоямыз. Мысалға бұл жерде шақ береміз, король бұрышқа қысылады, патовый ситуацияда тұр, и атпен мат береміз. Қараймыз, келесі тапсырмада атпен жай ғана жүрем, корольдің мен жүрген кезде әрқашан корольде жүріс бар ма, оймен есептеймін, и ферзбен мат берем. Міне, осылай өздеріңізді дамытыңыздар, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, алдыда қызықты сабақтар өте көп болады.